Балалар, бүгін бізде ерекше сабақ, иә? Бізге бүгін қонақтар келіп отыр сабаққа, иә? Кәне бірінші қонақпен амандасып алайық, иә? Күннің көзі ашылды, көкке шуақ шашылды, құтты қонақ келіпті, төрімізге еніпті. Амандасу үлкенге тәрбиенің басы ғой. Ал кәнеки бәріміз сәлем дейік үлкенге, сәлеметсіздер ме апайлар? Жақсы, балалар, енді менімен бірге өзіміздің ұлттық бұрышқа барайық. Кәне бұрыламыз кетіңіз. Саппен жүреміз, балалар. Әйнелеп жүреміз. Қолдарымызды қалмаларымызды шығарамыз, балалар. Екі қатарға тұрған, екі қатарға тұрып алайық. Балалар, бүгінгі ұйымдастырғанның қызметі кіріктірілген сабақ. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұлттық мұра қазына деген. Балалар, біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды білу керекпіз, иә? Салт дәстүрімізді білу керек, тағамдарды білу керекпіз. Кәне балалар, тексерейік. Балалар, қазақ ұлттық бұйымдары. Атаңдар шыққан, қандай ұлттық бұйымдар білесіңдер? Қарадырма. Сосын? Моншақ, жақсы. Енді қандай ұлттық аспаптар білесіңдер? Жақсы. Енді қандай ұлттық ойындар білесіңдер? Жақсы. Жақсы. Енді қандай ұлттық салт дәстүр білеміз? Атқа отырғызу. Кіләша. Жақсы. Енді қандай ұлттық тағамдар білесіңдер? Наурыз көже дейді, дұрыс. Енді қандай ұлттық киімдер білесіңдер? Жақсы, балалар, біледі екенсіздер. Енді балалар, менің қолымда міне түрлі түсті асықтар. Қазір осы түрлі түсті асықты бір-бірден алып, үш орталыққа барып бөлініп отырамыз. Аламыз. Әкім. Эльмира, отырыңыздар. Кім асығын алды? Барып, қай үстелдің үстінде асықтың түсі бар, сол үстелге барып жайғасып отырады. Балалар, біз бірінші оқушымыз, иә? Мектептегі оқушы балалар қалай отырады екен? Кәнеки барлықтарымыз бірінші әдемі болып отырып аламыз. Тамаша. Жақсы. Балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған іс-әрекет кезеңімізді бастайық. Біз бүгін сендермен ұлттық құндылықтар атты тақырыбымызға сабағымызды өтеміз. Бүгін сендер ерекше ұйымдастырылған іс-әрекет өткізейін деп жатырмыз. Қараңдаршы балалар, сендер бүгін 3 топқа бөлініп отырсыңдар. Жаңа ғана сендер өздерің қалаған үстелдегі асықты таңдап, сол үстелдегі тұрған асықтың несіне барып үстелге отырдыңдар, иә? Енді сендерге беретін тапсырманы мұқият тыңдаңдар, иә? Бізде мысалы қыздар, сендер математика негізі ұйымдастырылған іс-әрекет несінде отырсыңдар үстелінде. Бұл жерде бізде балалар тыңдап аламыз, иә? Сендерге бір тапсырмам, алдарында осындай, бұл не суреті? Жоқ, бұл не суреті? Кигіз? Кигіз етіріз. Бұл жерде кигіздің ішінде сандар бар, иә? Сол санның көршісін табу керек.
санын көршісін табасыңдар, және де сендердің алдарында осындай түрлі түсті қағаздың үстінде бірден 10-ға дейін сандар бар. Олардың да көшелерін тауып жазасыңдар. Екінші үстелдің тапсырмасы ол бізде сауат ашу ұйымдастырылған іс-әрекет кезеңі. Бұл жерде біз балалар бүгін сендермен дыбыстық талдау жасаймыз. Алдарында әр баланың алдында қараңдаршы, суреттерім бар. Сендер осы суретке арнап асықпен, біз бүгін асықпен дыбыстық талдау жасаймыз. Бекарыс, сенің алдында қандай сурет тұр? Қандай сөзге дыбыстық талдау жасайсың? Қарашы мына жерге. Тақия. Так, Ануар, сеніңше? Қымыз. Кім? Алаш. Құрт. Еркежан? Қобыз. Сендер бірінші осы неге түрлі түсті асықтарды алып, дыбыстық талдау жасайсыңдар. Оны жасап болғаннан кейін сол суреттегі дыбыстық талдауды 4 бұрыштарды 2 түспен бояймыз, иә? Қандай асықтың түстері бар алдарында? 2 түс берілген қандай түс? Қызыл мен көк. Дұрыс, яғни 2 дыбыс, иә? Келесі үстелде бізде шығармашылық үстел. Бұл жерде балалар, сендер сурет саласыңдар. Сендер бүгін осындай, қараңдаршы, біз сендерге осындай әртүрлі оюларды дайындап қойдық, иә? Осы оюларды сендер бояйсыңдар. Әдемі етіп, сыртқа шығармай, келістік па? Түстері сендер мысалы, Дінмұхамед, сенің түсі қандай болады оюдың? Сары болады. Сенікі, Фатима? Жасыл болады. Яғни сендердің оюлардың түстері де әртүрлі болады. Кәнеке балалар, сендерге тапсырма түсінікті ма? Барлығына түсінікті ма? Ендеше бастайық. Тапсырмаларымызды орындауды бастайық. Артық әңгіме жоқ. Тапсырмаларды орындап отырамыз. Дыбыстық талдауды жасаймыз. Ануар, қағаздарымызды алға аламыз, қарындаштарымызды алға аламыз. Бекарыс, қағазды аламыз, оған да біз дыбыстық талдау жасаймыз. Қарындаштарымызды аламыз. Асықпай, әдемілеп жасаймыз. Santrada әдемілеп жазамыз. Тездетеміз бекарыс, алаш тездетеміз. Тездетіп ішін бояп тастаймыз. Дыбыстарды бояймыз. Дыбыстарды бояған кезде түстерді дұрыстап қараймыз.
Кім қандай сан тұрады? Көршісі қандай? 9. Кім цифрасын жазамын? Жасап болғанымыз. Еркежан бітіріп жатыр екен, тамаша. Бекарыспен алғаш тездетеміз. Жетіп аламыз. Жазамыз. Математика негіздерін түсіндіріп бәрі бітірді ма? Терісі қандай қалды, иә? Терісі. Жақсы. Ануар бітірді. Қандастарымызды жинап қоямыз. Әдемілеп. Райана қандастарымызды жинап қоямыз. Кім бітірді? Қандастарымызды жинап, әдемілеп отырамыз. Ал енді, кәнеке балалар, орындаған тапсырмамызды көрейікші. Бірінші, мына жерде бізде математика негіздерінің тапсырмаларын көрейік. Қыздар, сендер бүгін не жасадыңдар? Математикада не жасадық біз? Не таптық? Санның көшілерін, иә? Санның көшілерін. Кәнеке, Раяна, сен қандай санның көшілерін таптың? Ол қандай сан? 5. 5-нің көшілері? 4 пен 6. Жақсы. Аяна, сен қандай санның көшісін бүгін таптың? Мына жерде қараңыз. 7 дұрыс. 6 мен 8 көшілері. Жақсы. Өте жақсы. Ерасыл, сен қандай сан көшілерін таптың бүгін? Қаттар айтамыз. 3-тің көшілері қандай сандар? 2 мен 4. Тамаша. Енді сауат ашу сабағының нелерін көрейік. Ұйымдастырушылар ететін несін? Кәнеке, Ануардан бастайықшы. Ануар, сен қандай сөзге дыбыстық талдау жасадың? Қымыз. Кәнеке, айтыңызшы, қымыз деген сөзінде неше дыбыс бар? Жоқ, неше дыбыс бар? 5 дыбыс бар. Неше буын бар? Кәнеке, буынға бөлші. Қымыз деген. Қымыз деген, иә? 2 буын бар. Дұрыс. Кәнеке, бізде бекарыс. Қандай сөзге? Қандай сөзге сен дыбыстық талдау жасадың? Тақия. Тақия, буынға бөлу. Неше буын бар? 3 буын бар екен. Кәнеке, неше дауысты дыбыс бар? Неше дауысты? Жоқ, дауысты дыбыс. Неше дауысты дыбыс бар? 3. Неше дауыссыз дыбыс бар? 2. Иә? Еркежан, сөз. Қобыз. Айта ғой. Буынға бөлші қобыз деген сөзді. 2 буын бар. Неше дыбыс бар? 5. Тамаша. Жақсы. Сөйлес салу сабағыңызды. Нелерін? Балалар қарады. Жерде сендерде тапсырма. Сендер не? Қандай сөйлеп салдыңдар? Ою-өрнек. Сенің ою-өрнегің қандай? Қандай түске боядың? Сенікі ою-өрнек қандай? Құс? Қандай? Құс қанат. Қандай түске боядың? Қызыл. Сенікі ою-өрнек қандай? Құс? Құсқа? Қандай түске боядың? Күлгін. Сен қандай ою-өрнек боядың? Қандай ою-өрнек? Түйе? Түйе табан. Қандай түске боядың? Жақсы балалар. Енді балалар тапсырманы орындап болдың ба? Енді біз қазір міншеге бәрі боламыз. Әкім әдемі шеңберде тұрамыз. Енді орнымыз кезек
Şunda ket. Elmira. Birge işe жасаймыз болып қолдарымызды түсіреміз. Қолдарымызды түсіреміз. Эльмира, Енді балалар қазір мына жерде сендер құрастырасыңдар. Кетті. Кетті. Кәне алып, бір-бірден аламыз, сосын құрастырамыз. Асықпаймыз. Асықпаймыз. әркім бір заттан ғана алады, бір бөліктен. Bir bölükten ғана беріне бір bölіктен олай емес. Қойды басына. Әдемірек қоямыз. Кәне асықпаймыз. Дұрыс. Кім өз бөлігін қойды, әдемілеп тұрады. Орныңызға қойып Мына жерге сонда шеңберге. Қанша емдері бар қойып шығана жіберейін. Дінмұхаммед былай тұр. Болды сен. Дінмұхаммед әдемілеп аламыз. Енді балалар қараңдар енді тұрамыз кәне. Балалар не құрастырдыңдар? Кигіз үйде қандай түстері бар? Балалар, енді кигіз үйдің қандай құралдары бар? Сосын? Шаңырақ, жақсы. Енді жақсы балалар. Енді орныңызға әдемілеп барып отырамыз жақсы. Балалар, енді балалар шаршаған шығарсыздар. Кішкене сергіп алайық. Келіңдер мына әдемілеп шеңберге тұрамыз. Эльмира, келеміз. Эльмира, Фатима. Орындарыңызды алмаймыз ба? Алмаймыз орнымызды. Терасыл орындық алмаймыз кәне. Араларына шықтыңдар. Қаншеге тұрсаңдар балалар? Қаншеге тұрамыз? Анор. Фатима, келе ғой. Фатима. Сүрмейміз, қолымызда ұстап тұрамыз, тастатпаймыз. Қазір музыканы қосады, дайындаламыз, тастатпаймыз.
Yumdastırgan iş-hareket кезеңімізді жалғастырайық. Эльмира, алдымызға қараймыз. Бекарыс, Ануар, орындықтарымызды айналдырып қоямыз. Алдымызға қараймыз. Алдымызға қараймыз. Балалар, біз барлықтарымыз ертегіні білеміз бе? Жақсы көреміз. Ертегілерді жақсы көреміз, иә? Ертегілерді көбінесе біз қай кезде тыңдаймыз сендерді? Қай кезде оқимыз? Қандай көп ертегі біледі екенбіз, иә? Енді біз бүгін сендермен сол ертегінің кейіпкерлері, қандай кейіпкерлері бар, қандай бізде ертегілер бар, соларды барын еске түсіреміз, иә? Мен сендерге біз бір ойын дайындап келдім. Қарайықшы, бұл жерде осындай түрлі түсті жолақтардан жасалған мен сендерге жол дайындап қойдым. Алдында цилиндр бар, және де бұл жерде түрлі кейіпкерлердің суреттері бар. Сендер осы цилиндрді алып, түрлі түсті жолының несімен жүргізген кезде, бұл бізде қай кейіпкердің қасына тоқтаса, сол кейіпкердің атауын атып, және қай ертегіден екен. Соның ертегінің кейіпкерлері мына үстелде бар балалар, иә? Осы кейіпкерлерді алып, сендер атап, тақтаның үстіне іліп қою керек. Тапсырма түсінді ма? Кәнекей. Еркежан, келе қойшы. Келе қой. Әдемге отырамыз. Дайындаламыз. Кәнекей. Көрейік ертегін. Қандай ертегіге келді? Бұл қандай ертегі? Мақта қыз бен мысық. Кел өмірі жетіп. Кел. Мақта қыз бен мысық ертегінің кейіпкерлерін білесің бе? Білесің, кәнекей бұл жерде алып. Тақтаны іліп қойшы, біздерге де көрейік. Атап өтеміз. Бұл бізде балалар атап өтеміз. Кім дейді? Мақта қыз, сосын? Мысық. Тез етеміз. Тез. Келесі кім? Дұрыс. Қайда сиыр? Тағы да? Өзі табады. Сосын? Дұрыс. Дүкенші. Тағы да кім? Тағы да кім бар? Бұл не? Ағаш. Келесі? Қыздар. Дұрыс. Сосын? Тағы да? Тышқан. Бұл бізде қандай ертегі болып шықты? Мақта қыз бен мысық. Тамаша, отыра ғой. Отыра ғой. Келе ғой. Бір қыз бәрін шығамыз. Эльмира бәрін шығамыз. Қандай ертеге тоқтады? Жеті бар. Ала ғой. Тездетіп. Анасы қайда екен? Анасын тапшы. Мына жерге қой. Тездетеміз. Келесі бала келе берсінші. Раяна келе ғой. Келесі ертегіні көреміз. Пока бекарыс бітіп нергенше, иә? Кәнекей айналдыра ғой. Қандай ертеге тоқтады? Бұл қандай ертегі? Бауырсақ. Алаш, отыра ғой. Жақсы. Кәнекей, Фатима келе ғой. Жарайды, ішіне істеп. Қандай ертегі бұл? Бекарыс болдың ба? Әкелім. Қалды ма? Әкелім. Бекарыс, енді отыра ғой. Бекарыс, сен қандай ертегінің кейіпкерлерін іліп қойын тақтаға? Жеті бар. Тамаша, отыра ғой. Сен қандай ертегінің кейіпкерлерін іліп қойын? Бауырсақ. Жақсы. Отыра ғой. Біздің балаларымыз бүкіл ертегіні жақсы біледі екен, иә? Ертегіні біз жақсы көреміз, иә? Енді балалар бүгінгі іс-әрекетімізді кәне қорытындылайық. Балалар, қандай ұлттық аспаптар білесіңдер? Жоқ, аспаптар.
жақсы. Қандай ұлттық тағамдар білесіңдер? Жақсы. Қандай ұлттық ойындар білесіңдер? Ұлттық ойындар. Алты бақан, сосын ат жарыс, сосын тағы су. Жақсы. Енді балалар жақсы. Енді балалар, мына біздер енді мына түрлі түсті асықтың астында жасырылған сурет бар. Сол суретті қазір шығып айтып бересің. Мен бір-бірден өзім шақырам баланы, айтып береді. Бет арыз шыға қойып. Не бұл? Жетіген ол қандай? Не ол қандай? Аспап? Аспап түрінде. Жақсы. Жоқ, аспап. Так, алу ашығады. Көрсет балаларға. Мына жерде қандай ойын? Тақия тастамақ. Ұлттық ойын тақия тастамақ. Отыра қой. Енді алаш кері шығады. Тақияны кім келді? Әкелер келеді, не? Дұрыс, аталар әкелер келеді. Жақсы. Енді енді балалар бүгін міне тапсырмалар орындадыңдар, бәрі біледі екенсіңдер. Енді біз сендерге кішкене кішігірім сыйлығымыз бар. Соны береміз, кәне отырамыз. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу іс-әрекетте барлық балалар жақсы қатысты. Тапсырмаларды жақсы орындадыңдар. Сенбі сәтінде барлығы ойнап, билеп, күшті болдыңдар. Сендерге көп рахмет. Біз сендерге бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетке жақсы қатысқандарыңыз үшін осындай шағын ғана сыйлықтарымызды дайындап қойдық. Кәнеке барлығымыз біріншіден әдемілеп отырмаламыз. Оқушы секілді, кәнеке оқушы қалай отырады? Ашпаймыз, бірақ қазір сабақтан кейін көреміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Рахмет.